Hi guys, my name is Ryanbek. We are going to әзілдейм. Қайырлы күн, құрметті оқушылар, бүгін біздер сүйектің химиялық құрамын зерттейтін боламыз. Райымбек аға айтып кеткенде, сүйектің екі түрлі заттан тұрады деді. Бұл органикалық және бейорганикалық заттардан. Ал егер де біз осы сүйектен органикалық заттардың барлығын алып тастасақ, немесе керісінше бейорганикалық заттарды алып тастаймыз да, органикалық заттарды қалдырсақ не болады? Ең бірінші, біздер мына сүйектен бейорганикалық заттарды, яғни минерал тұздарды еріту үшін мына концентрлі ашқыларға, яғни тұз қышқылына біздер сүйекті салатын боламыз. Бұл тұз қышқылы сүйектің құрамындағы минералды тұздардың бәрін ертіп тастайды. Нәтижесінде бізде тек қана сүйекте органикалық заттар қалады. Кальцийсіздендіру әдісі арқылы сүйекте тек қана нәруыз, көмірсу секілді органикалық заттар ғана қалады. Ол сүйекке иілгіштік және серпімділік қасиет береді. Екінші әдісіміз бұл сүйекті күйдіру. Яғни біздер сүйекті жағып күйдіру арқылы оның бүкіл органикалық заттарын біздер жағамыз. Нәтижесінде сүйекте тек қана бейорганикалық заттар қалады. Ал ол сүйекке қандай қасиет береді? Ничего не понимаю вообще. Нәтижесін бірге көретін боламыз. Жағу әдісін қолдану арқылы біздер барлық органикалық заттардан тазаладық. Тек қана бейорганикалық заттар қалды. Ол сүйекке сыңғыштық қасиет қана береді. Қалыпты сүйектің құрамында органикалық та бейорганикалық та заттар болғандықтан, ол бізде беріктік қасиетті көрсетеді. Құрметті оқушылар, қандай да бір ұсыныстарыңыз болса, менің жеке парақшама жазып, кеңес берулеріңізге болады.